Быйыл Шалағын ауданындағы Жаңажол ауылының құрылғанына 90 жыл. Осыған орай өткен жұма күні ауыл халқы бірігіп, ұлан-асыр той жасады. Елді мекен шетінде киіз үйлер тігіліп, далада дастархан жайылды. Бірлігі бекем. Болашағы баянды елді мекенді бірінші болып аудан әкімінің орынбасары Арман Дүйсенбинов құттықтап, ауылда атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Мемлекеттік тарапынан ауданның бюджетінен осы ауылдың дамуына біршама қаржы бөлінген болатын. Өзіңіз білесіз, өткен жылы Жаңажол ауылына апаратын кіреберіс жол жөнделді. Одан да келешекте осындай жоспар бар. Ауылдың ішінде ауылшылық жолдар жөнделеді. Бұрын болмаған үлкен шара жоба қолға алған болатын. 4 ауылға атаққанда Жаңажол, Кеңес, Бірлік, Жаңа Талап бар. Орталықтан су тарту жүйесін құрайды деп отырмыз. Ауылдың дамып гүлденуіне жергілікті серіктестік иелері де үлесін қосуда. Мәселен, кәсіпкерлердің бірі елді мекенде спорттық сауықтыру кешенін салып берген. Алдағы уақытта қалталы азаматтардың қолдауымен ауылда футбол алаңы, спорттық тренажерлер мен балалар алаңқайы орнатылмақ. Бүгінде Дүбірлі Думан барысында Жаңажолдың тумасы Бейбіт Досжанов Ғалым Алдыбаев атындағы орта мектепке 1 миллион теңгенің сертификатын табыстады. Жаңажолға жыл сайын келіп тұрамыз. Жаңажолдың адамдары өте жақсы. Біздің осындай тойларымыз бола берсін. Сіз бізде осылай бірімізді көріп, әрбір жерде біліп, амандасып, солай жүрейік. Осы мерей тойды ойындастырған жігіттерге көп рахмет айтамын. Бәрімізді басымызды қосып, осылай әрбір жерден келіп, әрбір Қазақстан келіп. Ауылдың 90 жылдығына жиналған халықтың қарасы қалың болды. Жұртшылық киіз үйлерді аралап, дәмнен ауыз тиді. Қыз-жігіттер Алтыбақан маңында сауық құрды. Сондай-ақ тойшыл қауым үшін мерекелік концертте ұйымдастырылды. Өнерпаздар қос жиектің күмбірімен, әуезді әнмен құлақтың құрышын қандырды. Думанды шалқар белдер-ай, еркін дала белдер-ай, қаздай қатар маңғырып, тізіліп көшкен елдер-ай. Сәбет Айтқожин Жаңажол ауылында туғаннан бері түтін түтетіп келеді. Жас 60-тан асқан азамат елді мекеннің жағдайы жылдан жылға жақсарып келе жатқанын алға тартты. Өзім осы ауылда туып өскем, осы жерде әлі тұрам. Мынау жақсы салынып жатқан школымызға жақсы ремонттар жасалынып жатыр, мешіт салынып жатыр. Кафеміз бар өзіміздің. Одан басқа міне оздоровительный центрде көк дейді ғой сол. Жастардың занимать ететін сондай фок салынды. Қазір Құдайға шүкір тәуба деп айтамыз. Дүбірлі Думанға алыс жақын ауылдармен қатар Нұр-Сұлтан, Шымкент және Алматы қалаларынан да қонақтар келді. Нұр-Сұлтан қаласынан келдім ауылға. Міне елімізде бүгін үлкен той болып жатыр. Жаңажол ауылының 90 жылдығы болып жатыр. Міне осы ауылымның келешекте 100 жылдығын жасауға жассын, 1000 жылдығын жасауға жассын. Осындай елім, жұртым, халқым, ауылым деп жүрегі соғатын азаматтар көп болсын. Бұл күні ауылда ұлттық ойындарда ұлықталды. Тепсе Темірзер толағайлар көкпар мен қазақ күресінен өзара мықтын анықтады. Сондай құнан және аламан бәйгеден де жарыстар өтті. Айта кетейік, Жаңажол ауылында бүгінде 100-ден астам үй түтін түтетіп отыр. 400-ге жуық адам тұрады. Алдияр Айтбаев, МТРК.